су тасқыны әлемді жойып жіберді. Оның артында шексіз мұхитпен бөлінген шашыраңқы аралдар ғана қалды. Аспан кенеттен көзге көрінетіндей үздіксіз, өтпейтін электр дауылдарымен жабылып, айналаның барлық жерінде қорқынышты көкжиекті белгіледі. Ал ескі әлем, оның мәдениеті, қалалар мен білімі әлі күнге дейін мұхит астында көмілген. Жер бетінде қалған қирандылардан үлкен бекіністі Аргос қаласы салынды. Оны лорд Тарсус пен оның генералы баронесса бастаған негізін қалаушылар деп аталатын өлмес көшбасшылар тобы басқарды. Аргос адамзат үшін үміт пен тынығудың көрнекті символына айналғаннан кейін, құрылтайшылар арал тұрғындарының үмітсіздігін өз пайдасына пайдалана бастайды және жыл сайын әрқайсысының таңдаулы ұшқыштары қатысатын жылдам қайық жарыстарын өткізе бастайды. Стромридерлер деп аталатын арал тиісті аралдардың барлық тұрғындарына кіру құқығы үшін жарысады. Алайда, егер бұл ұшқыштар жеңіліп қалса, олардың аралы ресурстарынан айырылып, тұрғындары мұхитқа лақтырылады. Бір күні Фиг аралында Наб есімді бала аты аңызға айналған Хаммерхед есімді дауыл жарысшысының іздеудегі плакатына таңғалды. Оны негізін қалаушылар құпияны ашу үшін қайығын дауылға апарғаны үшін қылмыскер деп таныды. Көкжиектің арғы жағында жатқан және бұлттарда жоғалып бара жатқан құпиялар және осындай шытырман оқиғадан шабыттанғаны анық. Оған не болды деп таңғалады. Осы уақытта Аргостан жыл сайынғы жарыстың қызықты жарнамасы шығып, барлығын тіркелуге шақырады. Бұл сіздің аралыңызды бұзады деп қорқасыз ба? Аргос қабырғаларының сыртында құрылтайшылар лигаға қосылу үшін таңдаған шабандоздарыңызға демеушілік жасай алады. Інжір аралында Наб пен оның ең жақын досы Анна әкелеріне бірге уақыт өткізуге көмектесіп жатқанда, Анна Набқа балға басының суреттерін көрсетіп, найзағай соққанына қарамастан, балға басы аман қалды. Жарыста жеңіске жетті деген аңызды айтады. Және ол аралдықтарға Аргостан баспана іздеді. Содан кейін ол басқа аралдардың атынан жарысты жалғастырды, бірде-бір жарыста жеңіліс таппады. Және көптеген аралдардың тұрғындарына жолдан шығып, қатты дауылға ұшырап, мәңгілікке жоғалып, кеткенше орын берді. Бұл ерлі зайыптылар фотосуреттерге таңдана қарап тұрғанда, Анна бір күні Хаммерхед сияқты батыл болып, өз аралы үшін жарыста жеңіске жетіп, тіпті оның айналасын зерттеуге барғанын армандайды. Осы оқиғадан шабыттанып, дауыл соққан көкжиектен тыс өмірдің мәнін табуға үміттенген Аннаның әкесі жарысты өзінің жасырын кәсіпорнының қақпағы ретінде пайдалануды шешеді. Ол тіркеледі, жарысқа дайындалады, қоштасады және басқа аралдардан келген бірнеше басқа ұшқыштармен бірге жолға шығады. Үлкен арал Сил мен Мале орын үшін күресуде. Біз жақын арада осында боламыз. Жақында жарыс басталады және Аргостағы қызу комментатор билеуші элита үшін не болып жатқаны туралы есеп береді. Итбалықтар шабандозы найзағайды ұстап алады. Бұл оған жылдамдықты арттырады. Хаос пен жойылуға толы тағы бір жарыс. Содан кейін жеңімпазды іздеу жарысы жалғасып жатқанда, көрермендер мен комментаторлардың үрейі ұшқанда, Лазар қатардан шығып, тікелей найзағай көкжиегіне қарай бет алады. Арамызда бүлікші жазушы пайда болған сияқты. Бұл адамдар не ойлайды? Інжір аралында Анна әкесінің қауіпсіздігі үшін алаңдаушылық пен қорқыныштан тынысы тарылып, Наб пен және оның әкесі Николамен бірге радиодан комментатордың репортажын тыңдайды. Оның биік мұнарасынан апатты нәтижені көріп отырып, құрылтайшылар жеңіл демалады. Ал Аннаның жүрегі мәңгілікке жарылып, ол бір күні әкесінен кек алуға тыныш ант береді. Жарыс аяқталғаннан кейін Фиг аралы ережені бұзғаны үшін жарыстан 10 жылға шеттетілді. Ал Киос аралы ресурстарынан айырылды және оның тұрғындары жақын арада өлімді күтіп мұхитқа айдалды. Бірнеше күннен кейін мектепте өзінің презентациясында Наб дауыл көкжиегінен тыс аралдардың болуы мүмкін екенін талқылайды және оның мұғалімі құрдастарымен бірге оны қатты сынайды және олардың қорғалғаны үшін бақытты екенін еске салады. Көкжиекте дауыл тұр, бірақ біз оны құрылтайшыларымызға құрметсіздікпен қабылдай алмаймыз. Оның миын шайып кеткеніне ренжіген Наб шабыты алу үшін балға басы туралы аңыздың әрбір бөлшегін қайталайды. Сол түні дауыл кезінде Наб Аннаның үмітсіз өтініштерін елемей, өзі сияқты ескі биік ағашқа көтеріліп, құлатылуын күтіп отыр. Балға басы сияқты, ол бұл дауыл көкжиегін бұзудың жалғыз жолы екеніне нық сенеді. Өйткені дауылдан аман қалғандар ғана оны бұзуға күш алады. Келесі күні баронесса өз адамдарымен бірге Сиос аралына барып, оны эвакуациялайды. Содан кейін, ол бос болғаннан кейін, баронесса мен оның адамдары оны бөлшектей бастайды. Ол осындай күшке ие деп есептелетін элементті іздейді. Өлімді кері қайтарып, оған қарсы тұрыңыз. Осы уақытта Інжір аралында немересінің қайғы қасіретіне бұдан былай шыдай алмай, Дана атасы Набадита ешқашан жасамауға ант еткен
шарасыз әрекеті үшін көмекке жүгініп, сыртқа шығады. Дайда Гаяның қанын баланың көзіне жаққаннан кейін, ол өзінің қайғы қасіретінен айығып, оның орнына балға басы туралы аян ала бастайды. Міне, ол пайда болды. Балға басы. Басқа жерде, феодалдық ізденістерден кейін, баронесса Аргосқа оралып, құрылтайшыларға мұқият ізденістерге қарамастан, Сеос аралында элементтердің ізі табылмағанын көрсетті және олардың бар болғаны 10 жыл қоры бар екенін еске салды. Бұрышта қалған құрылтайшылар бір сәтке қалған 2000-нан астам аралды басып алу, олардың тұрғындарын бағындыру және өлместігін сақтау үшін өте қажет элементті іздеу үшін жерлерді зерттеу туралы ойланады. Баронесса оларға өздерінің күлкілі идеяларын қайта қарауды еске салғанға дейін. Өйткені көптеген аралдармен шайқаста олардың саны аз болады. Біздің тағдырымызбен келісетін кез келді. Бұл жай ғана ескі дүниенің сөзі, Таурус. Суицидтік шабандоздар жиілеп барады. Оларды елемеуге болмайды. Маған оның сөздерін қайталамаңыз. Сонымен қатар, Інжір аралында ол атасының үйінде сауығып жатқанда, нап түсінбейтін жаңа көріністерді қабылдауды жалғастыруда және Дита оны жұбатады. Аяндар кенеттен, күтпеген жерден пайда болады. Міне, ол қайтадан сонда. Ол менің артымнан келе жатыр. Аргоста лорд Террис көңіл көншітпейтін хабар алып, маған қатты ұрсады. Барлық тыңшыларды апат болған жердің айналасындағы әрбір аралға жіберіп, оны табыңыз. Осы уақытта, бірнеше күннен кейін, Інжір аралында Никола напты алып кетеді. Бірақ әкесінің тамақ әзірлеп жатқанын естігенде абдырап қалады. Бұл қорқынышты болжам. Мен оның туын жағалауда көрдім. Ол оның артынан келе жатыр. Келесі күні құрылтайшылардың тынымсыз зерттеулері туралы қауесет тараған кезде, олар құрылтайшылар құрған тұзаққа түсіп қалуы мүмкін деген қорқынышқа қарамастан, Наб Аннаның жолын қуып, оны балға басы тұрған жерге апарады. Қайықтың сынықтары табылды. Мен неге деп қарап, сүңгуірлерді көреді. Ал балалар жақын жерде біреу бар деп қорқып, тезірек оралуға тырысады. Бірақ көп ұзамай оларды баронессаға таныстырған сарбаздар ұстап алады. Сіз менің бөлімімде не істеп жатырсыз? Біз кетеміз. Сіз бізге үйге жетуге көмектесе аласыз ба? Баронесса балаларын үйіне жеткізіп салғанда, Аргостағы өмірдің қаншалықты жайлы екенін айтып береді. Дауыл көкжиегі толқынды мәңгілікке ұстай алмайды. Ол жай ғана дауылдан қорқады. Аргостың басқа жерінде, содан бері ол өзінің генералына күдіктене бастады. Ол бұл сөзді айтып, дефектордың сөзін келтірді. Лорд Тарсус өз адамдарына оның соңынан еріп, оған тыңшылық жасауды бұйырады. Баронесса үнемі бақылауда екенін білмей, балаларды қауіпсіз жерге апарады. Ол фермадағы бала емес, найзағай шабандозы. Содан кейін лорд Тарас өзінің техникінен тапсырманы орындады ма деп сұрайды. Ежелгі кілтті қайталау. Қашықтан қосылу іске қосылды. Қашықтағы байланыс үзілді. Нәтижеден қорқып, оның соңынан еретінін білген бұл адам еш нәтиже берместен мейірімділік сұрап дұға етеді және оның сәтсіздігі үшін оған бұйрық беріледі. Өзін Аргоның биік қабырғасынан қоршаған мұхитқа лақтырып, өз өмірін қиюы керек. Бұл әрине солай етеді. Інжір аралында Дита қабырғадан көне кілті бар ескі құпия қорапты алып тастап, оны әрі қарай тапсыру керек деп шешті. 10 жылдан кейін ересектер ретінде Наб пен Анна қарым-қатынастарын сақтап, қоршаған әлемді зерттеу жолдарын жоспарлауда бірге көп уақыт өткізуді жалғастыруда. Сондықтан осы жылы тыйым ресми түрде алынып тасталғанда, олар бірге жарысып, өз адамдарына жолдама ұтып алу үшін қатты жаттыға бастады. Бір күні аяндардың жетегінде кеткен Наб атасының сұрақтарын жоққа шығарып, мұның бәрі нені білдіретінін түсінуге тырысып, қашып кетеді. Көп ұзамай ол өзінің аяндарында Аннаның дауылдың құрбаны болып, өліп жатқанын түсінеді және махаббатын жоғалтып алудан қорқады. Келесі күні баронесса 10 жыл бұрын уәде еткендей, жарысқа қатысу үшін дуэтті жалдап, демеушілік ету үшін қайтып келеді. Бала жарысқа қатысқысы келмейді. Мен өткенді өзгерте алмаймын. Бұл сіз қалаған нәрсе ме? Құрылтайшылар үшін сөйлейсіз бе? Бұл менің демеушілігім. Бұл 1 жылға созылады. Содан кейін, бірнеше айлық дайындықтан кейін, ең маңызды күн жақындаған сайын, Ларри есімді арал тұрғыны таңдалған шабандоздарға сатқындық жарысы туралы бағдар береді. Дауылдан ешкім аман қалмайды. Ең бастысы аман қалу. Содан кейін Дита мен Никола аралдың қалған тұрғындарымен бірге дем алған кезде жарыс басталады. Найзағай күші кратердің шабандозын екіге бөледі. Алайда, біраз қашықтықты жүріп өткеннен кейін, Аргос шабандозы Аннаның қайығына соғылып,
оны құлатып, құлап кетеді, суға құлайды. Дауыл қорғаушылары бүлікші Бига Шабандозын тез арада жазалайды. Дауылдан ешкім аман қалмайды. Оның аяндары шындыққа айналуы мүмкін деп қорқып, Нап жүгіруді тоқтатып, суға секіреді. Ол туралы қорқынышты қызыл көйлек киген қорқынышты көріністермен күреседі. Бірақ ол ештеңе таппаған кезде жүрегі ауырады. Содан кейін Нап құтқарылып, Аргоста түрмеге жабылады. Онда ол өзінің көз жасының бассейнінде жатып, өзінің алғашқы және жалғыз махаббатының өліміне қайғырып, оны қорғау үшін қасында болмағаны үшін өзін кінәлі сезінеді. Кейінірек Напты баронессаға апарды. Оны көрген бойда ол олардың аралын басып алуына ешқашан жол бермеймін деп ант ете бастады. Жүрегі ауырған және аңғал жас жігітке жаны ашыған баронесса жарыстың Аргосқа барудан гөрі маңыздырақ екенін түсіндіріп, жойқын су тасқынынан кейін Титан деп аталатын операцияға қатысушылар жер шарын шарлағанын айтты. Мені аралдардың бүлінбеген архипелагының ашылуы таң қалдырды. Оның тұрғындары өздерінің құдайы, Гая құдайы мен оның қанын қорғау арқылы сынақтан аман өтті деп сенді. Көптеген зерттеулерден кейін қанның өлместік беретіні анықталды және ол элемент ретінде белгілі болды. Көп ұзамай өлместіктің сән-салтанатына азғырылған титандар өздерінің негізін қалаушылар деп атады. Өлмейтін болды және Аргосты тұрғызды. Онда ешкім білмей, олар осы элементтің қорын өздерінің үздіксіз өмір сүру үшін сақтады. Қажет. Содан кейін Таурус әлемді қорғауға арналған технологияны қолданып, олардың террор патшалығын сақтап қалған электр дауылдарын тудырды және жарысты қолайлы мүмкіндік ретінде пайдаланды. Элементтерді іздеу үшін қалған аралдарды эвакуациялау мүмкіндігі. Алайда, бір кездері әріптестері арасында Сикус деген атпен танымал және қарапайым арал тұрғындары арасында балға басы бар негізін қалаушы бұл қорлаудан жалықтым деп шешіп, оны тоқтатуға тырысты. Ал сәтсіздікке ұшыраған кезде ол өзін қуып жіберді және ол туралы басқа ешкім естімеді. Сіздің атаңыз мұның бәрін білетін. Оның сізді қорғауға деген ұмтылысы дұрыс болды. Содан кейін Наптың есеңгіреп, абдырап қалғанын көрген баронесса оған үйіне қайтуға, тағдырын орындау үшін өткенді артта қалдыруға кеңес береді. Нап оған кеңес бергендей әрекет етеді. Бірақ Інжір аралына жеткенде ол Дитаға шабуыл жасайды. Сіз өзіңізді қорғау үшін өтірік айттыңыз. Мені неден қорғайсыз? Құрылтайшылар, дүниенің соңына дейін. Және кері. Содан кейін олардың дәстүрі бойынша ананың қайтыс болғанына әлі де қайғырып, Нап оның құрметіне ағаш отырғызады. Мен бұл ағашты Нап дүниеге келген күні отырғыздым. Содан кейін бәрін жақсырақ түсінуге үміттеніп, Нап әкесіне Дитаның оқиғаларын айтып береді. Ол маған мұны қалай түсінуге болатынын үйретті. Содан кейін Нап тынышталғаннан кейін Дитаға өзінің Амарфати деген сөзін айтып береді. Сізге өтуге көмектесетін белгілі бір құрал жабдықтар. Сондай ақ сіздің кім екеніңіз туралы шындық қажет болады. Бірнеше күннен кейін Нап Аннаның ағашын алып, жарыстың екінші раундын күту үшін Аргосқа барады. Сол жерде аумақты аралап келе жатып, Нап Аннаны өлтірген Аргос ұшқышын көреді. Оның өзі өлімге әкеп соқтырды. Кейінірек Майя есімді медбике оның жарасын емдеу үшін Набуға барады және кездейсоқ оның тәрбиесі мен аралы туралы сұрайды. Содан кейін Майя Тарасқа барып, білгендерін хабарлайды. Ол сөйлеген кезде оның сөздерінің мағынасы жоқ. Айтыңызшы. Содан кейін ол бұл қиянат пен террор патшалығы туралы бітпейтін болып көрінетін дастанды тоқтатудың соңғы мүмкіндігі екенін түсінді. Нап жоспар құрып, Лариге хабарласып, егжей-тегжейлерін пысықтайды. Содан кейін ол жарыстың соңғы кезеңіне аттанады. Содан кейін бірнеше минуттан кейін оның отбасы тағатсыздана тыңдап жатқанда, Нап финалдық кезеңде жеңіске жетеді. Және ол әрқашан армандағандай өз аралына кіру құқығын алады. Дегенмен, барлығын таң қалдырғаны, Нап бұл жарыста өз жарысын тоқтатпайды. Мұны көрген ашуланған Террас баронессаға жақындап, одан сұрай бастайды. Менің іздеушілерім Інжір аралына келіп, бұлақтың көзін табады. Маған өлместіктің дәмін татудың қандай екенін айтыңызшы. Ашуланған Террас Інжір аралына шабуыл жасауды дайындап жатқанда, Нап өзінің жоспарын Ларимен бірге жасаған барлық бөлшектеріне дейін жетілдіреді және компьютеріндегі компасты жүзуге болатын көне кілтті пайдаланады. Біз жағаға байқамай жеттік. Содан кейін Нап Аргосқа жасырын кіріп, биік қабырғалы мұнарадан өтіп бара жатып, жер бетінде көптеген өлі адамдарды тапқанына таң қалды. Содан кейін, бірнеше минуттан кейін Нап баронессаға тап болады. Ол Дитаның шын мәнінде Сикус және балға басы деп аталатын аңыз екенін айтады және Нап оның да аяндары бар екенін таң қалдырады. Мен Шабандоздың дауылға мініп бара жатқанын көрдім. Кейде сіз оларды көресіз. Содан кейін Нап білгенінің бәрін қорытып жатқанда, бұл аңыз туралы бұрын соңды білгенінің бәрі оның көз алдынан өтіп, оны таң қалдырады. Бұл рас па? Аңыз бойынша, ол өзін дауылдың баласы дауылға құрбан етті. Кейінірек, олардың жақында болған жанжалына қарамастан,
Таурус баронессаны алып кетуге жібереді. Бірақ ол келе салысымен оның негізін қалаушы отбасының барлық басқа мүшелерін жебемен атып тастағанын көріп шошып кетеді. Қатыгездіктен жиіркенген баронесса бұл сынаққа мүлдем жай қарамайтын тарасты ұрып соғып, Гаяның өзінің бастапқы әлемін тозаққа айналдырып, оны құдайға айналды. Сондықтан ол оның қанымен қоректенуді жалғастыруы керек. Осылай жалғастырыңыз. Тағдыр мен болашақ туралы сөзін жалғастыра отырып, тарасы алыстан Наптың басшылығымен көптеген қайықтарды көріп, ашуланады. Бұл не? Бұл не? Мен болуым керек жердемін. Бұл арада керісінше көптеген қайықтар Інжір аралына қонып, Терастың бұйрығын орындап, аралға жарылғыш заттарды лақтырады деп үміттенеді. Мүлде қорықпайтын және тағдырын күтіп тұрған төбелерде тұрған Дидаға қастандық жасаңыз. Басқа жерде бәрі оларды қатты толқумен және үмітсіз үмітпен жігерлендіріп жатқанда, Нап, Никола және оның адамдары қайықтарды бір-біріне қарсы айдап, жарылыстардан шебер түрде аулақ жүреді. Ал дәл сол сияқты Дида оған кеңес берді. Нап дауылды басып өту үшін пайдаланады. Бірақ бірнеше минуттан кейін бәрі тынышталады. Ол кетіп қалды. Нап қаланың арғы жағындағы диспетчерлік бөлмеге кіріп, өзінің көне кілтін пайдаланып, көліктегі қосқышты бұрады. Мен дауылдар мен бұлттарды бірнеше сәтте жойып жіберемін. Аспаннан барлық қараңғылық сейілгенде, адамдар ғасырлар бойы алғаш рет жарқырап тұрған жарықпен күнге қуанады. Жақында Аргос сарбаздары Таурусқа шабуыл жасайды. Сіз Сакус туралы алаңдамауыңыз керек еді. Бұл оның немересі еді. Ол адамдарды айыптайтын жаңа әлемдік тәртіпті қабылдай алмай, Таурус мұнарадан оның өліміне қарай асығады. Содан кейін, бәрі айтылып, орындалғаннан кейін, Наба бала кезіндегі армандарына қол жеткізуден ләззат алудың орнына, әлі күнге дейін Анна туралы естеліктерге толы және оның жүрегі ауырады. Ол онымен бірге осы даңққа куә болу үшін ол жерде бола алмайтынына өкінеді. Оның қайғысын көрген баронесса онымен таңғаларлық жаңалықпен бөліседі. Ол сізді Гейдің иығында күтеді. Қатты қуанып, Нап мүмкіндігінше тезірек Гейдің иығына қарай жүгіреді. Онда Анна оны өзінің аяңдарынан қызыл көйлек киіп күтіп, онымен қуанышпен қайта қауышады. Тағдырдың бір уәдесі орындалып, қайта оралды.